이름 이해했을 때 бұл кісінің есімі елжас. Дүкенге барып етік алды. Бұл кісінің есімі Мирас. Магазинге барып машина алды. Бұл кісінің есімі Өлмесбек. Өлмесбек магазинге барып дүкен деп сөйлейді, қазақша сөйлейді. өрік алды. Бұл кісінің есімі Жасмин. Жасмин магазинге барып, дүкенге барып жастық алды. Бұл кісінің есімі Назныр. Назныр дүкенге барып нан алды. Бұл кісінің есімі Нұрай. Нұрай дүкенге барып нутелла алды. Бұл кісінің есімі Еңлік. Еңлік дүкенге барып есік алды. Бұл баланың есімі Аслан. Аслан дүкенге барып арпа алды. Білемін ғой арпа есік. Бұл кісінің есімі Ерболсын. Ерболсын дүкенге барып есек алды. Бұл кісінің есімі Ансар. Ансар дүкенге барып алмұрт алды. Менің есімім Бекжан. Мен дүкенге барып Бесік алды. бесік алдым. Ай, сіз айтсаңызшы.